Пера жүгін жинап үйінен кетеді. Тоқта, Пера, сен үйден кете алмайсың. Егер кететін болсаң, ешқашан мына үйге оралмайсың. Апа, мен бәрібір кетемін деп кетіп қалады. Көлігіне жылап отырған кезде Музо оны сырттан бақылап отырады. Музо оның жылағанына шыдай алмай оның қасына келеді. Ата-анамыздың өткенін есімізге алмайық, бәрін басынан бастайық. Сен маған тұрмысқа шығасың ба дейді. Иә, әрине шығамын деп екеуі құшақтасады. Фарида Селенге өзінің жоспарын айтады. Қазір Джанна келген кезде мен оның алдынан шығамын. Ал сен оның артынан шығып, мына дәріні мақтаға құйып оның мұрнына тақайсың. Түсіндің бе? Міне былай жасайсың деп көрсетеді. Селен, бұл шынымен де іске асатын жоспар ма? Уайымдап тұрсың ба? Мен бұны осы уақытқа дейін қолданғанмын. Селен қорыққаннан жарайды, түсіндім дейді. Әне, Джанна да келіп қалыпты, мен сыртқа шығайын дейді. Фарида ханым, мені мұнда шақырғаныңыз дұрыс болыпты. Қандай әдемі табиғат, әдемі үй еді. Қане ендеше сөйлесейік. Сіз Көреқұлы туралы бір нәрсе айтамыз дедіңіз. Сенбесем де сонда да келдім деген кезде Селен артынан келіп, оған дәріні иіскетеді. Селен қорқып болмай жатыр, ол есінен танбай жатыр деген кезде Джанна есінен танып қалады. Селен мен Фарида оны көтеріп алып келіп, бөлмеге жатқызады. Селен қорқып, ол есін жияды ғой, тек талып жатыр ғой деп сұрайды. Уайымдама, мен бірінші рет жасап жатқан жоқпын. Ол есін жияды. Сен одан да оның аяқ киімін шешіп, шалбарын да шеш дейді. Селен қорыққаннан Фариданың айтқанын істей береді. Биллур ханым, сізге қалай алғысымды білдірерімді білмеймін. Жоқ, олай демеңіз, мен қазір қолымды жуып келейін. Мені күте тұрыңыз деп кетіп қалған кезде, Налян көліктен түсіп Хайриге келеді. Хайри аң-таң болып, Налян ханым, көрдім сіздің отбасылық мәселеңізді. Жасырынып Биллурмен кездесіп тұрсыз. Жоқ, Налян ханым, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Мен отбасылық мәселеммен келдім, ал Биллур ханым маған көмектесті. Сен Рафет әкеден көмек сұраймын дедің, ал Биллурмен жасырын кездесіп отырсың. Мен сізге көмек керек пе деп қанша мәрте сұрадым. Бірақ тек Биллурден көмек сұрапсыз. Мен осыған сенеді ғой деп педіңіз. Одан да ауылыңызға кеткеніңіз дұрыс болар еді. Налян ханым, жетер енді. Біресе сіз маған керексіз, кетпеңіз дейсіз, біресе кетіңіз дейсіз. Мен не, итпін бе? Мен сіздің жүргізушіңіз екенімді білемін. Бірақ менің де жүрегім бар. Менің де көңіліме тиеді. Мені анда-мұнда жұмсайсыз. Түсіндіруіме жол бермей телефонды өшіріп қоясыз. Налян, демек солай ма? Бәріне мен кінәлімін бе? Апам дұрыс айтқан екен, сізден аулақ жүргенім жақсы деп көлікке мініп кетіп қалады. Биллур, не болды? Сізде барлығы жақсы ма? Менде барлығы жақсы, мен тек телефонмен сөйлесуге ғана кеткен едім. Жарайды, ендеше кетейік. Седат Джанна мен Селеннен хабар ала алмай отырады. Қанша хабарлама жазса да жауап келмейді. Налян Седатқа хабарласып, не істеп жатырсың? Мен жұмыстамын. Жай сенің даусыңды естіп қояйын деген едім. Седат, түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Күйеуімнің даусын естігім келді да. Бүгін не істейсің? Bir жерге шығып қыдырып қайтсақ қайтеді? Жарайды деп Седат таңғалып қалады. Фарида Селенге, Джанна есін жиғанша сен маған кофе әкел. Не, осындай жағдайда кофе ішесіз бе? Менің басым ауырып кетті, барып кофе алып кел дейді. Налян Такоға, Хайри мырза келсе маған айт дейді. Жоқ, Хайри келмейді. Ол не, тағы да кеткелі жатыр ма? Жоқ, қазір емес, кешке келеді. Джанна есін жия бастайды. Мен қайдамын, сендер маған не істедіңдер? Фарида, жасау керек нәрсені жасадық. Джанна қорқып бірден жан-жағына қарайды. Қан тиген мақтаны көріп, сендердің естерің дұрыс па? Не істедіңдер маған? Біз әлі еш нәрсе істеген жоқпыз, қорықпа. Бірақ қазір дәрігерге барып сен баланы алдырасың дейді. Әйтпесе жағдайың қиын болады деп қорқытады. Дүндіден апам қайда дегенде, ол Селен ханым екеуі бірге орманға кетті. Селенмен бе? Таңғалып тұрмын. Джанна Фариданың ашуына тиіп, бұл жайлы Налян білмейтін шығар. Екі отбасы да құпия жасыруға шебер, бір-бірлеріңе ұқсайсыңдар деп күледі. Музо Пераға, енді не істейсің? Сенімдісің бе анаңның үйінен кеткеніңе? Пера, мен тек сіздің қасыңызда болсам болды дейді. Первин Рафеттің офисіне келіп, баса көктеп, мен Рафетпен кездесуім керек деп шу шығарады. Рафет, кіргізіңдер дейді. Первин, саған не керек? Біз соңғы мәрте кездестік деген едім ғой. Менің қызым Пера үйден кетіп қалды, мені тастап кетті. Рафет, жарайсың Пера қызым, дұрыс істеген. Сен сияқты анасымен ол қалай тұрады? Первин ашуланып, мен басқа да құпияларды білемін, оны Гүлжиһанға айтамын деп қорқытады. Рафет Первинге кет деп ашуланады. Джанна үшеуі ауруханаға келеді. Селенге, сен оның артынан бар, мен оған сенбеймін. Селен, оның не қажеті бар деп бармайды. Джанна дәрігермен баланы алдырмауға келіседі. Седат, дүндеу, Селен қайда, ол үйде ме? Жоқ, ол Фарида ханыммен орманға кетті дейді.
Седат есікті жауып телефонмен сөйлескелі жатқан кезде Гүлжихан келіп, неге есікті жауып қойдың, сен тағы бір нәрсе білдіріп жүрсің бе? Фарида мен Селен де бір жерге кетті. Жоқ, мен тек жұмыс жайында сөйлесуге келген едім. Ендеше есікті жаппа, бұл қонақ бөлмесі, деп ашуланады. Налян терезеге қарап Хайриді іздеп тұрады. Седат келгенде оны құшақтайды. Налян, сенде барлығы жақсы ма? Біз соңғы рет сөйлескенде қатты ұрысқан едік. Иә, менде барлығы жақсы. Апаң қайда? Білмеймін, ол Селенмен кетті деді. Ол телефонымды көтермеді. Мен тағы да оған хабарласып көрейін. Фарида телефонды алып, сендер бізге демалуға мұрша бермедіңдер ғой. Қазір үйге қайтамыз, сосын сөйлесеміз, дейді. Хайри үйге келеді. Налян терезеден қарап, телефонмен сөйлесіп тұрғанын қызғанып тұрады. Седат жағажайға барып демалып қайтсақ қайтеді, деп екеуі бірге қол ұстасып шығады. Седат Хайриге, сен бүгін көңілді көрінесің. Жақсы жаңалық келген сияқты күліп тұрсың ғой, дейді. Иә, бүгінгі күнім жақсы өтті, деп күледі. Фарида Селенмен сөйлесіп тұрған кезде Жанна дәрігермен бірге келеді. Барлығы бітті, айтқандарың болды. Селен, Жанна, сені жеткізіп салайық. Жоқ, қажет емес, мен өзім барамын, деп Жанна жалғыз өзі кетіп қалады. Гүлжиханға Жанна хабарласады. Саған не керек, сен неге маған хабарласып тұрсың? Маңызды әңгімем бар, үйге келесіз бе? Тағы не істейін? Мен сізге мекен-жайды жіберемін, үйге келіңіз, дейді. Седат Жаннаға қайта-қайта хабарлама жазады. Налян Хайриді қызғандыру үшін Седаттың қолынан ұстайды, бірақ Хайри оған мән бермейді. Жанна Седатқа менде барлығы жақсы деп хабарлама жазып жібереді. Гүлжихан ханым келіп, сен маған не айтпақшысың? Асығыссыз ғой, ендеше айтайын. Сүйінші, сіз немерелі болатын болдыңыз. Не, Налян ба? Жоқ, мен Седаттан жүктімін. Гүлжихан қатты таңғалып не айтарын білмей қалады. 5 апталық болыпты. Фарида мен Селеннің не істегенін білесіз бе? Олар одан құтылғысы келеді. Олар мені жүкті емес деп ойлап жүр. Налян Хайриді қайта қызғандыру үшін Седатпен қол ұстасып жүреді. Налянның екі көзі Хайриде. Седат, сен біреуден хабарлама күтіп жүрсің бе? Жоқ, жұмыс жөнінен ғой. О, Хайриді қара, 2 минуттың ішінде бір қыз тауып алыпты. Жарайсың, Хайри. Апаң үйге келді ме екен? Білмеймін, ендеше сөйлес, деп тұтқаны Седатқа береді. Фарида, мен үйге барамын, сосын сөйлесеміз, деп тұтқаны қояды. Саған не керек, Жанна? Мен де анамын. Бұл баланы дүниеге алып келгің келсе алып кел. Мені түсінгеніңізге рахмет, Гүлжихан ханым. Сізге өтінішім бар. Фарида мені жүкті емес деп ойлап жүре берсін. Оның тағы да маған не істейтінін бір Құдай біледі. Гүлжихан келісіп, мен саған бір нәрсе айтайын. Егер бұны Рафет естісе, оны қабылдамайды. Тіпті тегін бермей, оны мұрагер ретінде қабылдамайды. Түсіндім, Гүлжихан ханым, уайымдамаңыз, сізге көп рахмет. Хайри қайта-қайта телефонмен сөйлесіп жатқаннан кейін Налян оған ашуланып, телефонды қойыңыз, біз жолдамыз. Седат, Налян, саған не болды? Ол жағажайдағы әйелмен сөйлесіп жатқан шығар. Солай ма, Хайри? Хайри еш нәрсе демей күледі. Фарида үшеуін сырттан бақылап тұрады. Налян Хайриге ұрсып, енді телефонмен сөйлесе берсеңіз болады, дейді. Қара, апам келіпті, барып сөйлесейін, дейді. Хайри телефоннан көзін алмайды. Седат Селенді көріп, сені күні бойы ала алмадым. Сен не істеп жүрсің? Қайда болдың? Фаридамен не істеп жүрсің? Фарида Налянға, сен жүргізушіге ұрыстың ғой. Иә, ол жолда телефонмен сөйлескеннен кейін мен оған ескерту жасадым. Бар болғаны сол.